Сәлем, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай етті бомба пісірейік. Ұнымызға тұз, сұйық майымызды қосып, қайнаған суымызды құямыз. Абайлаңыз, қолыңызды күйдіріп алмайық. Қасықпен араластырып, сосын қолымен қамырды жақсылап елейміз. Қамырымызды жақсылап елеп, 20 минутқа қоямыз. Қамырды пакетикке салып қоямыз, кеуіп қалмас үшін. Енді салмамызды дайындайық. Картопияны жақсылап төртпіштеп тураймыз. Бұл жерде ет тартпаға мен биязды өткіштен өткізіп салдым. Сіз төртпіштеп майдалап турап қойып салсаңыз да болады. Татымына қарай қара бұрыш, тұзымызды сеуіп, жақсылап араластырамыз. Сұйық майды, суды қосуға болады. Осындай қамырымыз жұмсақ болып шығады. Оны алып, бөліктерге бөліп, домалатқызып елейміз. Қамырымыз кеуіп қалмас үшін пакетикпен үстін жауып қоямыз. Қамырымызды елеген кезде жұқағырақ елеңіз. Өте тәтті болып шығады. Кесенің диаметрі 10 сантиметр. Салмамызды жақсылап толтырып салайық. Енді қамырды видеодағыдай жинастырайық. Өте оңай.
Табамызға сұйық майымызды құйып, биязымызды саламыз. Биязымыз жақсылап қуырғаннан соң, оған болгар бұрышын қосайық. Менде бұл жерде қатырылған бұрыш. Жасыл жуа мен петрушканы қостым. Қызанақ пастасын 2 қасықтай қосып, жақсылап қуырамыз. Содан кейін тұзымызды салуға ұмытпаңыз. Қуырғаннан кейін етті бомбаларымызды қоямыз. Қайнатылған ыстық суымызды құяйық. Ортадан жоғары болу керек. Бая отқа қойып 40-45 минут пісіруге қоямыз. Арасында суымыз таусылып қалмас үшін қарап қойыңыздар. Тағамымыз дайын болды. Осындай өте әдемі болып шығады. Жасап көріңіздер. Үйдегілерді қуантып, таңғалдырудан шаршамайық. Дәмі деген енді өте керемет болып шығады. Әрі де жұмсақ, етті бомба десе нағыз атына сай тағам болып шығады. Қараңыздаршы. Видео ұнаса тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Қазақ каналын бірге дамытайық.